Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кино бриф арнасы. Бүгінгі видео фантастикалық жанрдағы Люди есімді кино болмақ. Егер де қызық болатын болса, арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Жұмысшы қоғамдық ортада синтетикаға толған заттарды апара жатады. Роботтарды адамдар өз ойларына жасап шығарған. Оларда адамдар сияқты кез келген жұмысты істей алады. Адамдардың айтқандарын бұлжытпай істейді. Барлық роботтар бір-біріне қарап тұрғанда, бір робот қана айға қарап тұрады. Джо Хокинс, Лора есімді әйелімен және 3 баласымен бірге тұрады. Лора болса заңгер, ол ұзақ бойы жұмыста болады. Өзіндік қиын жұмыстарға байланысты. Ал әкесі жұмысқа кеткенде, балалары үйлерін шашып хаос қайналдырады. София есімді кішкентай қызымен робот сатып алуға барады. Менеджер болса оған 30 күнде бір роботпен қиын жағдайлар болып қалса, оны қайтарып аламыз деді. Джо роботпен адам секілді сөйлесіп танысады. Бұны көрген Тоби шокта болады. Адамнан аумайтынына қатты таңғалады. Ал Матилда бұл роботқа жаман көзбен қарайды. Лора үйіне қайтып бара жатқанда роботтардың көбейіп кеткенін байқап қалады. Олар адамдардың қасында жүріп көмектеседі екен. Матилда және оның досы Харум екеуі көршілердің роботтарына тиісіп көңіл көтеріп жатады. Лора үйіне келген сәтте мұнтаздай тазалықты көріп қуана бастағанда робот оны қарсы алады. Лора бұны көріп қатты ашуланып күйеуіне келіп, роботтарсыз өмір сүреміз ғой, неге қажет деп сұрағанда, Джо болса сабырлы жүзбен, үйдегі хаостан шаршадым, үйдің барлығы шашулы, сен болмаған кезде деді. Әйелдің енді таңдауы болмады. Кішкентай қызы бұл роботты Анита деп атайық деді. Робот болса әйелге қарап, менің атым Анита Хокинс дегенде. Лораның шашы тік тұрады. Отбасылар бұл роботтың қай жерден келгенін білмейді. 5 апта бұрын олар қауіпті аймақтан қашып бара жатады. Ұйымдастырушы Лео есімді жігіт, яғни оның ғашығы және олармен бірге Фред, Ниска және Макс роботтар қашып кеткен болатын. Бірнеше уақыттан кейін Нисканың қуаты сөне бастады. Сондықтан олар тоқтап тынығып алуды шешеді. Лео мен Макс жататын орындарын дайындап жатқанда, бұзақылар оларға келіп, Фред, Макс, Анитаны алып кетеді. Қазіргі уақытта Лораны Анита өзінің кенеттен пайда болуымен үнемі қорқытады. Бірақ ол өзінің берілген тапсырмасын істеп жүреді. 5 апта бойы Лео мен Макс роботтарды таба алмай жүреді. Сосын роботтарды сатып жүретін адамға келіп, тауып бер деп айтуда. Бірақ ол жоқ деген жауап қатады. Лео болса Максқа осы адамдардың біреуі Анитаны сатып жіберді деді. Хокинстің үйінде робот өзіндік шеберлікпен тамақ дайындап береді. Джо роботқа қарсы әзіл айтса, ол өтіріктен күле береді, иесінің тоқтатпағанынша. Әлеуметтік сала жұмыс істейтін Линдси есімді әйел Джордждың үйіне келеді. Джордж болса осындай роботтардың бастапқы моделін ойлап тапқан адам екен. Линдси оған ескі роботтарды жаңарту туралы керек дегенде ой айтады. Бірақ Джордж жоқ деген жауап қатады. Шақырылмаған қонақтар кеткен соң, шкафты ашып, өзінің Оди есімді роботын еркіндікке шығарады. Яғни Оди шкафтан шықпағаны көптеген жылдар өткен. Джордждың Мари есімді жұбайы қайтыс болғаннан бері шкафта жатқан. Анита Софияның ұйықтап жатқанына қарайды. Осы кезде Лора келіп, бара беруін өтініп, өзім қарап жүрмін, керек емес деді. Сосын күйеуіне келіп, ол робот менің орнымды баспақшы десе, Джо ашуланып, мен сен үшін барлығын жасап жатырмын, үй тірлігін сол істеп, екеуміз бірге болуды қаладым деді. Лео Фредті бір жерде жұмыс істеп жатқан сұрастырады. Оны құтқармақшы болады. Фредке келіп, сен ерекше робот екенсің дегенде, Фред ойланбасын жүгіре жөнеледі. Қашқынды бір оқпен тоқтатады. Джордж Одимен бірге дүкенде жүреді. Робот есін ауыса бастады. Сосын оған сатушы келіп тоқтатпақшы болды. Бірақ Оди оны байқаусыз ұрып жібереді. Осыны көрген күзетші роботты істен шығарады. Матилда бұл роботтың қалай жұмыс істейтініне таңғалып жатады. Тіптен оған оқ тимейді. Ол миллисекундта бұрылады. Матилда роботты ұрмақшы болғанда, оны бірден Анита тоқтатады. Неге мені ұрмақшысың дегендей жуан дауыспен айтады. Кейіндеу ата-анасы шақырып алып, роботтар адамдарды басып алады деп айтуда. Кейіндеу Анита, Лора және оның баласы түскен суретті көреді. Ойына бұрынғы шақтарды еске алады. Дүкенде инспектор Карон Вос пен детектив Пит Драмонт есімді адамдар роботтың өмір сүргеніне 6 жыл болды деп айтып жатады. Жаңағы ауыстыру керек деп Джорджға түсіндіреді. Джордж болса оны өзім істеп аламын деді. Үйіне әкеліп қалпына келтіреді. Бірақ ол қайтадан қателіктерге бой алдырып, өзін басқара алмайды. Детектив Пит үйіне келгенде, оның әйелі Джилл, ал роботты Саймон. Бір уақытта әйелін роботтан қызғанады, бірақтан әйелге керек екенін біледі. Себебі әйел қатты ауырып жатады. Лора Софияның Анитаға қарай махаббатын көріп қызғанады. Роботқа Софияға жолама дегенде бұйрық береді. Лео мен Макс Нисканы кездестіреді. Ол белгілі бір жігіттердің қалағанын істейді екен. Лео Нискаға келіп, сені қазір алып кете алмаймыз, себебі бізді біліп қояды. Фредті адамдар ұстап алған деп айтады. Олар әлі Мияны тапқан жоқ. Бұл роботтың шын есімі Мия екен. Ниска абыржулы болады. Осыны жаман жерден қалай шығамын деді. Фредті лабораторияға алып келіп, оның иесі
Роберт профессор Хоппен сөйлеседі. Профессор оған тағы да осындай роботтар бостандықта жүр деп айтады, және осындай роботтарды тауып тез әкелуін бұйырады. Бұл роботтар адамдарға қауіпті деді. Роботтар өзін тірі организм ретінде сезінеді, белгілі бір код арқылы. Егер де роботтар біздің ісімізді, яғни оларды ұстап жатқанымызды біліп қойса, бізді әп-сәтте өлтіреді деді. Джордж Колмен Одиді сындырмақшы. Оди осы кезде есіне Джорджтың әйелі Маридің еске түсіріп есін қуантады. Кешкі уақытта Анита Лораға кешкі асты дайындауға көмектесіп жатады. София асханаға жүгіріп келе жатқанда одан ыстықты тамақты бұрып Лораға тигізеді. Лора роботтың бұл ісін түсінбей қалады. Яғни қандай жағдай болмасын, адамдарға роботтар зиян келтірмеу керек. Джо Анитаның осындай визиткасы құрылғысы бар екенін көреді де қалтасына тығады. Теледидардан роботтар әлемді басып алуда, адамдардың орнын роботтар орындауды деп айтады. Анита бұл теледидарға біртүрлі көзбен қарап тұрады. Түнге жақын роботты Лора көріп қалады. Анита болса айға қарап әдемі деп өз эмоциясын адамға бірінші рет көрсетеді. Лео мен Макс Анитаны іздестіріп жүргенде Ниска лас жұмыстар жасауда. Робот қайтадан адамдардың айтқан орындамай Софияға қарап тұрады, және де ойына көлікте қамалып қалған қызы есіне түсіреді. Ойланбастан Софияны алып кетеді де оны құшақтап сүйіп алады. Келесі күні Лора Софияның ылғал киімін көреді. Қызы болса не болғанын білмеді. Кейіндеу терезенің алдынан Анитаның суланған аяқ киімін көреді. Хоп болса Фредтің ойындағы нәрселерін компьютерге шығарады. Анитаның суға түскенін көрген екен. Пит болса өзінің ауырып жатқан әйеліне көмектесіп жатады. Макс ойлана келе, мен дұрыс жасап жүрмін бе? Адамдарды өлтіру керек шығар деген ойға келеді. Бірақ оған Лео дергезінде айтып қалады. Яғни сені жасап шығарған бастығын өте жақсы адам деді. Осыны естіген робот сабырға келеді. Сосын екеуі Сайлас Капекті ұстап алады. Яғни ол роботтарды адамдарға сатушы. Мия Сайласке бірнеше апта бұрын келген екен. Сосын Мияның жадысына басқа программа енгізіп қойғам деп айтады. Және біреуге сатып жібердім деді. Осыны естіп тұрған Леоны ойланбастан Сайлас аямай ұрып соғады. Макс көмектесуге келеді. Сөйтсе Сайлас адам емес, робот болып шығады. Бандиттер екеуінің артынан қуады. Қаншама қиындық болса да қашып кетеді. Ленси Джорджға қайтадан келіп, сіз өзіңіздің ескі роботыңызды беріп жібердіңіз ғой. Сізге су жаңа Вера есімді робот әкелдім деп кетіп қалады. Амалдың жоқтығынан Джордж Одиді басқа робот көріп қалмасын деп тығып қояды. Мектепте Матилда мен Харум еден жуушы роботты ұстап алып қинайды. Ісін істеп болған соң ешкім көрместен бұрын қашуға кіріседі. Пит осыны көргеннен кейін роботтарға деген жек көрушілік 2 есеге көтеріледі. Үйінен кетіп қалады. Лораны мектепке шақырады. Матилданың робот қызметшіге тиіскенін біліп қояды. Бірақ мектептен шығару үшін дәлел керек. Матилда мен Харум өздерінің отбасынан айтып жатады. Кенеттен арты махаббат қоласады. Содан соң Матилда роботқа мен тиіскен жоқпын деп басқа біреуге жала жабады. Пит пен Кейт төбелестің болған естіп қалады да Сайластың ғимаратына келеді. Сайлас болса ештеңе демей Питқа күліп жатады. Ашуланған Пит оны ұрып соғады. Нисканы келесі адамға дайындап жатыр. Бұл жағдайдың қайталана бергеніне ашуланады. Макс жаралы халдегі Леоға көмектесіп жүреді. Лора Анитаның біртүрлі өзгеріп жүргенін байқайды. Оның қасына келсе қолынан өрмекші көрсетіп Лораны қорқытады. Осы жағдайда күйеуі Джоға айтады. Ол менің өрмекшіден қорқатынды біледі деп айтып жатқанда, Джо ойдан шығарып жатсын дегенде қатты сене қойған жоқ. Барлығы ұйықтаған сәтте Тоби Анитаға келіп тиісе бастайды. Анита қайтадан өзіне келіп баланы қорқытып жібереді. Нискаға жасы келген шал келеді. Нискаға бар даусын сал деп түсіндіріп жатады. Ниска жоқ дегенде жауап қатады. Сосын шал оның мойнын қысамын деп өзі қыздан қайтыс болады. Ниска өзінің темір қолымен шалдың мойнын жұлып алады. Робот енді қашу керек. Солай іске көшеді. Алдынан тоқтатпақшы болғанда өзі роботтан өле жаздайды. Миындағы чипті алып жерге тастап кетеді. Макс Леоның өлейін деп жатқан сезеді. Әжетханаға алып келіп электр сымына қойып жалғайды. Бірнеше минуттан кейін Лео қалпына келеді. Яғни ол адам мен роботтан жасалған гибрид екен. Матилда терезеге қарап тұрады. Солай ол Анитаның көрші роботпен сөйлесіп тұрған байқайды. Көргенін барлығын анасына айтады. Лора роботтан жаңбырлы күнде Софиямен бірге шықтыңдар ма деп сұрағанда, оны жоққа шығарады. Софияға қарау міндетім деп айтады. Осыны естіген Лора роботтың ақаулығы бар деп бірден сатушыға қоңырау шалады. Роботты қайтару үшін. Осы сәтте Анита Софияның бөлмесіне келіп, оны қайтадан құшақтай бастады. Сосын оған қайтадан бұрынғы сәтіндегі естелік келеді. Лора дер кезінде келіп, Софиямен бірге отқанын байқап, қаны басына шабады. Анитаға көлікке отыр деп бұйырады. Лора роботқа сені қайтадан апарамын деп айтып жатқанда, Анита жай ғана оған күлімдеп тұрады. Сонымен достар, осылай кино аяқталады.
Қызық болды десеңіз, арнаға жазылып, лайк басып, өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетсеңіздер болғаны. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы, келесі видеомызда көріскенше.